Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге жасалу жолы өте оңай, өте дәмді болып шығатын дастархан сәнін келтірейік. Екі ақ заттан жасалатын осындай әдемі чак-чак жасайтын боламыз. Пирогқа ұқсайтын әдемі дастарханға осылай үгілмей, үгітілмей осындай әдемі болып қойылады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге 3 жұмыртқа керек. 3 жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне кішкене шым тұз қосамыз. Және бізге разрыхитель керек. Осыны разрыхителімізді қосып араластырып аламыз. Үстіне 2-3 бөлікке бөліп, ұнымызды салып араластырамыз. Біз жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Сіз көлеміне қарай көп істегіңіз келсе, 3 жұмыртқаны емес, 4 жұмыртқа, 5 жұмыртқа қолдансаңыздар да болады. Және одан да аз 2 жұмыртқаға да істесеңіздер болады. Осылай жақсылап иілеп, жұмсақ қамыр жасайтын боламыз. Мінекей, бізде осындай қамыр шықты. Алғаш уақытта сәл қаттылау болып тұрады. Кейін пакетке салып, біраз тұрғаннан кейін қамырымыз жұмсарады. Пакетке салып, 25-30 минутқа қойып қоямыз. Жарты сағат тұрған қамырымыз мінекей осында жұмсарады. Осы қамырымызды үннің көмегімен жайып аламыз. Қатты қағылмай, қатты қалыңғамай, орташа көлемде жайып аламыз. Мінекей біз қамырымыз жайып болды. Осында қамырымыз қатты қалың емес, жұқа емес болып шықты. Осы қамырымызды бірден кеспей, бір 5 минут, 10 минут көлеміне өстіп жайып қоямыз, кебетін болады. Сонда кескен кезде жақсылап кесіледі. Мінекей кепкеннен кейін қамырымыз осында сәл құрғақтау болып тұрады. Осы қамырымызды қайтадан оқтауға орап кесетін боламыз. Қамырымызды осында кеспе тәрізді кесетін боламыз. Сонда ұзын-ұзын әдемі болып пісетін болады. Осы қамырларымызды енді ысып тұрған майға салып алатын боламыз. Тоқтатпай араластыруымыз керек, сонда барлық жері бірдей қызарып шығады. Тапаңыздың көлеміне қарай барлығын бірден салуға болмайды. Қамырларымыздың аз-аз бөліктен саласыздар, сонда тез пісетін болады. Осылай қызарғанда майдан ала береміз. Мінекей осында әдемі болып пісіп шықты біздің чак-чактарымыз. Енді сиропын дайындаймыз. Ыдысымыздың үстіне қантымызды салып, оның үстіне бір ас қасық медымызды саламыз, және де кішкене су құятын боламыз. Осыны отымызға қойып, қатты ыстық емес, орташа отқа қойып қайнатамыз. Яғни қантымызды ертуіміз керек. Және шак-шактың ішіне салып жібергенге осыны арахис қолданамын. Өз қалауларыңызша мейіз немесе күнжіт қосаңыздар да болады. Осы кішкене арахисті алып, осыны үгітемін оқтаудың көмегімен. Сөйтіп чак-чактың үстіне салып жіберемін. Өзінің әдемі дәмін беретін болады. Чак-чакқа мен осындай форманы қолданатын боламын. Мінекей біздің сиробымыз қайнады. Осындай болып тұр. Осыны енді чак-чагымыздың үстіне құямыз. Ең алдымен қасықпен араластыратын боламыз, өйткені сиробымыз біздің ыстық, қолымыз күйіп қалуы мүмкін. Одан кейін қолымызбен араластырып, сиропты барлық жеріне, яғни чак-чактың барлық жеріне тегіземіз. Содан кейін барып, формамызға салып, қолымыздың көмегімен біраз ұрып, және де мен осында кішкене банканы қолданамын, осымен үстін барлығын ұрып шығатын болам. Сонда чак-чак нығыздалып, әдемі болып, кескен кезде үгітілмейтін болады. Осы чак-чагымызды ішіндегі меді, қанты бәрі қату үшін 2-3 сағат көлеміне қойып қоямыз. Бір түнге қойсаңыздар да болады. Мінекей бізде осындай әдемі чак-чагымыз шықты. Кез келген көлемді кесіп, дастарханыңызға қойсаңыз болады. Өте дәмді болып шығады. Қонақтарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Соңына дейін көргеніңізге рахмет.